Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сіздерге кәсіптік және бизнес негіздері пәнінен 10-11 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарларын қалай жүктеп алуға болатындығын көрсететін боламыз. Ол үшін Google немесе Яндекс іздеу жүйелеріне ұстаз тілегі деп теріңіз. Ең бірінші болып шығып тұрған ұстаз тілегі республикалық ұстаздар сайтына өтесіз де қ.м.ж бөлімін таңдайсыз. Сол жақ шеттегі сайтқа кіру батырмасы арқылы сайтқа кіріп, егер тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасы арқылы сайтымызға тіркелесіз. Пән таңдау батырмасы арқылы бізге қажет кәсіптік және бизнес негіздері пәнін таңдайсыз. Кәсіптік және бизнес негіздері пәнінен 10-11 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарлары батырмасына басасыз да, өзіңізге қажет сынып бойынша қ.м.ж-ны және презентацияны таңдайсыз. Құрметті ұстаз, жүктеу батырмасы басылғаннан кейін сіздің балансыңыз автоматты түрде алынады. Егер балансыңыз жеткіліксіз болса, Каспи.кз қосымшасының іздеу жүйесіне ұстаз тілегі деп тересіз де, өзіңіздің ID номеріңізді көрсету арқылы қажетті балансты толықтырасыз. Төлем жасалынған қ.м.ж-лар бірден жүктеп алу батырмасына ауысады, ал жүктелген қ.м.ж сіздің загрузки бөліміңізде сақталады. Бұл қ.м.ж-лар кез келген баспаға сәйкес келеді, себебі сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаты оқу бағдарламасынан алынған, ал оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы бойынша ортақ болып табылады. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймыз. Біздің мақсатымыз әр ұстаз өз уақытын үнемдеп, бар күшін оқушылардың білім беруіне жұмсауына мүмкіндік жасау. Дайын қ.м.ж-ларды алып, қағазбастылықтан құтылыңыз. Әріптестеріңізге де айтуды ұмытпаңыз. Іске сәт!